1840 жылдан 1847 жылға дейін әр жылы орыс отрядтарымен ұрыс талас болды. Мұның бәрін бір кемел ғалым бір жыл отырып жазса жөн. Кенесары ханның жігіттері кейде орыстың қамалдарына от қойып, малдарын талап, кейде отрядтарын қырғын қылатын. Орыс әскерлері де Кенесары ханға қараған ауылдарды шауып, малдарын талап, әскерлерін қашыратын. Бұл 7 жылдың ішінде көп істер өтті. Кенесары ханның ауылдары Ұлытау, Жыланшық, Торғай, Білеуті, Бұланты деген жерлерде көшіп жүретін. 1844 жылы Сібір тарапынан отряд шығып, Кенесары хан үйде жоқ кезде Ұлытауға жақын Жезденің Ақши деген жерінде қыстап отырған ауылын шауып, үлкен сайыбы Күнімжан ханымды ұстап алып кетеді. Хан сол отрядтың келетін хабарын естіп, алдынан өзінің әскерімен шығып кеткен еді. Орыс әскері бұларға ұшыраспай басқа жақпен өтіп кеткен. Кенесары хан Құдайдың тағдырына мойын ұсынып, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтып отырды. Келер жаз өзінің қосынын жиып аттанып, Троицк мен Орскінің ортасындағы қазақша аты Адырлы деген қамалды шауып, от қойып, әйел мен еркек, жас балалар бар көп адамды ұстап алып келді. Орынбор генерал-губернаторы арқылы елші қатынастырып, Адырлыдан алған адамдарды қайтарып беріп, өзінің сүйікті ханымын қолына алды. Бұдан кейін бір мезгіл Ресей мемлекетімен орталарында тыныштық болып тұрды. Бірақ Ресей мемлекеті Ұлытауға, Торғай бойына, Тоңқайма деген өткелдің қасынан, Ырғыздың бойына және Жармола деген өткелдің қасына, Кенесары ханның көшіп жүретін жерлеріне қамал сала бастады. Мәліметтер Ахмет Кенесариннің Насабнаме Сұлтан Сыдық кітабынан алынды. Қазақшаға аударған Ербол Алшынбай. Басына қиындық түскенде сабыр етіп, Алла мен пайғамбарын есіне алып, салауат айтып отырған қазақтың соңғы ханы Кенесары бабамызды Алла рахымына бөлесін. Бауыржан Момышұлы айтқандай, Кенесары әр қазақтың жүрегіне жерленген. Оның құдіретті ерлік рухы бізбен мәңгі бірге.